Ұлттық қауіпсіздік комитеті есірткі мен психотроптық заттардың таралуына қарсы тұру шеңберінде есірткі қатерінің жолын кесуге бағытталған жедел іздестіру іс-шараларын жалғастыруда. 2022 жылғы шілде мен қазан аралығында 36 есірткіге қарсы, оның ішінде ресейлік, өзбекстандық және қырғызстандық әріптестермен бірлескен операциялар өткізілді. 11 халықаралық және 14 аумақтық есірткі трафигінің арналары жойылды. Синтетикалық есірткі өндірумен айналысатын 4 жасырын лабораториясының іс-әрекеті бейтараптандырылды. Арнайы операциялар барысында есірткі құрылымдарының 59 қатысушысы ұсталды. Заңсыз айналымнан 282 келі есірткі, оның ішінде 32 келі героин, 11 келі опиин, 60 келі синтетикалық есірткілер, 156 келі марихуана, 22 келі гашиш алынды. Сонымен қатар, айналымнан 861 экстази таблеткасы және психотроптық заттарды әзірлеуге арналған 3 тоннадан аса химиялық реагенттер шығарылды. Халықаралық есірткі бизнесіне қарсы тұру бойынша іс-шаралар жалғасуда.